Армысыздар, қадірменді көрермендер, қадірменді біздің оқырмандар, инста оқырмандар. Бүгін бізде қонақта өзіміздің өңірімізге танымал, тіл жанашыры, мәшһүр танушы, талантты ғалым, профессор, Торайғыров атындағы университеттің қазақ тілі және қазақ филологиясы кафедрасының оқытушысы, профессор Айтмұхамед Тұрышев ағамыз қонақта. Және де бүгін осы өзіміздің апта сайынғы өткізетін бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Аға, сұхбат беруге келіскеніңізге көптен көп рахмет. Бүгінгі сұхбат біздің оқырмандар үшін, тамашалап отырған қауым үшін өте пайдалы, берері мол сұхбат болады деп сенеміз. Сұрақ мынадай. Алғашқы сұрағымыз, мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейтуде қандай тың идеялар айта аласыз? Жалпы бүгінгі таңда. Енді біз өзі мынау мемлекеттік тілді қандай дәрежеде жүріп жатыр, қалай болып жатыр деген кезде, мен сол 90 жылғы еске салыстырмалы түрде айтасың қағаз. Сонда 90 жылғы жағдай түседі. Өйткені біз 90 жылдары алғаш онда Павлодар педагогикалық институты, сонда қазақ филология кафедрасы ашылды. Онда Тасболат Қасенович, ректор, соның кафедра меңгерушісі Ермек Өтебаев, сонда сол барлықтарын жинап, Зейнуллин Найман, Шахман Рыскөл, мен бар, Еңлік Өсербаев, ең алғаш сол 90, сонымен Қанипа Досжанова, тағы көп енді талай, Ектемір Каримович, сонымен Байхан Төле деген, сонымен Қошқын Кемеңгеровтің немересі келді, қайтадан кетіп қалды. Сонда ең алғаш ашылды. Сонда 94 жыл бірінші біз бітірді, 25. Сонда қазақ мамандығын алып шықты. Сонда мен көзіме жас шығып, кәдімгідей көзіме жас шығып кетті. Сол қазір ойлап қарасам, ол кезде енді ондай әлі дайындалмаған еді. Қазір міне содан салыстырмалы түрде айтайын, содан міне одан кейін сырттай дайындадық, іштей дайындадық, 2 жылдық болды, енді дайындадық қазақ тіл мамандарын. Содан кейін көп дайындадық, одан кейін мынау қандастарымыз келді, сөйтіп жаңағы қазақ тілін, одан кейін мына ПАУ дейді университет, қазір инновациялық, міне сонда қазақ тілі кафедрасы, мемлекеттік тіл кафедрасы ашылды, онда жұмыс істедік. Одан кейін мына бізде бұрыннан практикум кафедрасы болған, Торайғыров университеті қазір коммерциялық емес қоғам. Сонда жаңағы міне қазақ тілі практикум кафедрасы болды, одан кейін қазақ филология кафедрасы әлі күнге бар. Қаншама мамандар дайындап жатыр. Ол бір, екінші магистратура бар. Оның кейін түске кірмейтін докторлық диссертация қорғап жатыр. Деп қарады. Соның өзінен бұл өсу деңгейін көрсетеді. Істеліп жатқан мәселелер, басқасын айтпай. Енді немене? Сонда қалған мына жағда не істелу керек деген секілді мәселелер көп тұр. Былай көп тұр. Енді екінші, Егістидар деген газет болды. Қазақ тілі қоғамы. Өзің білесің. Арман сол редактор болды, Қани. Сонда көптеген мәселелер көтеріліп тұрды. Осы еді. Сонда жаңағы қазақ тілі қоғамы. Енді мен 1998 жыл қазақ тілі қоғамының орынбасары болдық. Сонда мен бір қағаздар бар, сақталған. Сонда біз мынау алюминийді, мұнай заводы ма, алюминий. Мен ұмытты, сол бастауыш қазақ тілі қоғамының үйін тыңдаппыз. Міне, содан кейін сонда істейтін бір сол бастауыш үйінің ма, әлде сондағы жаңағы сол іс тәжірибесін насихаттау жөнінде ұсыныс жасаппыз. Негізі қазақ тілін жүргізіп жатқан ісін. Сонда осылай, сонымен балабақша, сол кәдескідей онда бастауыш үйімдер болды. Бұл енді алдында қазақ тілі қоғамының жаңағы ережесі қабылданып сөйтіп құрылған болатын. Бұл өзі 90 жылдан басталды ғой. 1997 жылы елбасы қазақ тілдері туралы заң қабылданды. Міне соның аясында көп жұмыстар жасалды. Сонда жұмыстар жасалмады емес, бірталай жұмыстар жасалды. Жалпы 97 жылы заң қабылданған күннің өзінде сіздер 94 жылы алғашқы түлектерді шығардыңыздар. Иә, алғашқы түлектер. Бұл деген керемет біздің өміріміздегі, Павлодар өміріндегі бұл деген үлкен сенсация. Жалпы бұл алғашқы қадамдардың бірі. Ал жалпы қазіргі таңда қандай бір идея айта аласыз? Енді қазір пандемия жағдайы болып кетіп қалды. Бұл өзі құланның қасында мылтықтың басылуы деп
Енді рас айтамын, өзі бізге көп жағдай, қазір өзі көп жағдай әсері. Мына пандемия ма, ол бір екі жылдан ұялы телефон. Ол енді тілді кішкене өзі бала шағамыздың бәрі сол ұялы телефон шығарсатын жоқ, ұялы телефонды жүгіре беретін болды ғой. Бұл тілде. Ал бұл енді тіл былай қарағанда тілді сөйлетпейді де бұл қазақ тілі. Былай қараса. Енді сол құланның қасына мылтықтың басылуы деп, мына пандемия келіп қалды да көп жұмыстарды жүргізу кішкене бөгет болып қалды. Бірақ соған қарамай енді біз осы пандемия жағдайындағы қазақ тілін қалай дамыту жөнінде бағдарлама болу керек. Өткен жолы Асыл Әбіш жақсы жиналыс өткізді ғой. Қазақ тілі қоғамының алғашқы жиналысын өткізіп біздегі. Енді мен соны мынандай ұсыныс айтқанмын. Жалпы қазақ тілі қоғамы болу үшін ол ежелден солай ғой. Мысалы, алғаш алаш өкілдері неге газет ашты Ахмет Байтұрсыновтар кезінде? Өйткені газетсіз болмайды. Үні ол халықтың. Сонда жаңа халықтың айнасында үні де жаңағы һәм тілі де осы қазақ тілі ғой. Газет үні ғой. Ал енді соны осы біздің қоғамның ол бұрын сол газет ашылу керек. Өйткені неге? Ана газетте бағдарламасы жайлану керек. Одан кейін бастауыш енді өзіміз тәсіп жасап, бұған енді мемлекеттік қолдау керек, міндетті түрде. Мемлекеттік қолдаушы болмайды. Өйткені бұл жаңағы қазақ қоғамның барлық облыстарда қазір бұрынғыдай деңгейі кішкене түсіп қалды. Бізде де енді көтеріліп мына жас жігіттер көтереді ғой. Енді бұның жаңағы үні болса, бағдарламасын жайлауымыз керек, халық білу керек. Одан кейін барлық жерлерде бастауыш ұйымды қайта қалыпқа келтіру керек. Сол бастауыш ұйым арқылы жұмыс жасауымыз керек. Сонда бастауыш ұйымның хатшысы сайлау керек. Жаңағы сайлау, бекітіп, олар төменнен жоғары қарсы соны ұсынып, сол бастауыш ұйымның төрағасын сайлап өзіміз сөйтіп сондай жұмыстар қызықтыру. Енді онлайн бар ғой, сол арқылы көп жұмыс жасау болады. Жақсы, түсінікті. Қазақ тілінің қоғамдағы барлық салаларда тамырын кеңге жая алмауының сыры неде? Енді оның мысалға көптеген кәсіпорындарда әлі де көбіне орыс тілінде сөйлеп кетіп жатыр. Орыс тілінде сөйлеп кетіп жатады. Қазір тіпті ағылшын тіліне де көшіп жатырмыз. Ал қазақ тілі сол баяғы жұтаң қалпында қалып бара жатыр. Ол бар ғой, мен бір нәрсені мен көп өзімнен, біз енді былай ғой, өзің бар, басқамыз бар, осы мәдениетте жүрген, тілде жүрген азаматтар біз қазақ тіліне кете алмаймыз. Жыбырлап тұрамыз да, айтқымыз келіп тұр. Өйткені біз сол өмір бойы сол салада жаралғанбыз, сонымен өтеміз, өлеміз, қазақ тілі, қазақ тілі. Енді мен ойладым, бұл мына отбасынан болды. Неге? Ол неге деп отыр? Өйткені мен өз отбасында балаларым барлығы қазақша оқыттым. Енді жиендерім де, немерелерім де қазақша беріп жатыр. Отан отбасынан басталды. Отан. Әрқайсысы осылай болды. Өйткені менің үлкен балаларым қызмет істейді. Алдымен ана тілінде біліп алып, бәрі қазақша сайрап, Абай, Шәкәрім, әбілерді өлеңдерін оқып, мысалы, ана өткен жолы, мысалы, Кенжеұлы Мұқағали Мақатаевтың бір тойым бар деген өлеңін оқып тұр. Ол не, ол сен отбасынан ғой. Ол кездерген жігіттер сөйтіп оқи бермейді. Бір тойым бар. Ал бірақ тілді маман емес деп, ол міндетті түрде тілді маманы білу керек пе? Мысалы, кім? Олжас Сүлейменовтің өзі, тіпті мұна Медеу Сәрсеке, Медеу ағаның мысалы маманды мүлдем керек. Бірақ әдебиет саласын көтеріп, Қаныш Сәтпаевты қандай дәрежеге дейін көтерді? Ермұхан Бекмұхан қандай дәрежеге дейін көтерді? Сондықтан ол неге қарамау керек мамандығына? Әрбір патриот осы, патриот дейді, патриот дейді. Мына мәңгілік елдегі идея бар ғой, бір елімізде. Ол анау Марқұн Елисей бізге жерге қалған, тоны көк, сол кезде сол идея, міне сол идея ғой әлгі мәңгілік ел. Соны құл жолындағы бірақ нәрсе біз енді тіл, ол тіл кім ойлады? Ол кісілер ойлаған жоқ қой, сол кездегі мысалы орта ғасыр болсын, сол кезде олар ойлаған жоқ, қазақ осылай проблема болып қалады деп ойлаған жоқ. Міне біздің ұрпақтың енді әр жылдары соқыртай дейді, әрбір ненің өзі заманның әрбір өзі сол қиыншылықтары бар. Біздің басымызға түсіп тұрған осы. Бірақ бұның бәрі уақытша, ол тіл өлмейді. Ол еш уақытта, мына қазақтың мен ол міне, содан кейін мына салыстырмалы тұрғыда әрине бір деңгеймен қараймыз да, тілді бізде қараймыз қазақтың жүрмеген секілді. Бірақ былай қарасаң, жалпы мақсатпен былай тереңдеп қарасаң, қазақ тілі үлкен қозғалыстар бар. Мысалы, біздің ойымызда мына парламент сөйлету, үкімет басында сөйлету деген ол бір арман болады бізге. Қазір міне шамалар менше сөйлеп тырысып жатыр. Орыс қазақ жігіттердің өзі жаңағы орыс тілде қазақ жігіттердің өзі тырысып жатыр.
сондықтан бұл отбасынан басталады. Яғни ел боламын десең бесігіңді түзу. Бесік түзу керек. Бесікті түзегеннен кейін ғана қазақ тіліне сұраныс пайда болады. Әрине. Және басқа жерлерде Әркім сол ел секілді әркім сол күресу керек. Ішінде балаларын орыс мектептерінде кейбір енді орыс мектебіне беріп жатыр ғой кейде. Ол енді қазақ болған енді, ол енді өзің еліңде тұрғаннан кейін қазақ тілінде оқу, қазақ тілінде білім алып, сөйту керек қой. Бала бар шағада мен беріп жатырмыз деп білеміз. Күнде тіл сындырамын. Мен немелерімді. Өзі қайғы болып кетті. Бірақ мен үйретіп шығарамын олар. Өте дұрыс. Көп рахмет жауабыңызға. Енді соңғы сұрақтарымыздың бірі мынадай болды. Ұлттық өнер арқылы қоғамға мемлекеттік тілді насихаттауға бола ма дейді. Ұлттық мәдениет арқылы, ұлттық өнеріңіз арқылы жалпы қоғамға мемлекеттік тілді насихаттауға бола ма дейді. Жалпы өнерді құрал ретінде пайдаланады. Өнер деген енді сол, ол деген өнер деген міне кім Құдайберген Жұбанов осына күй деген сөз қалай жазды ғой өнер. Сонда жаңағы Ақселеу Сейдімбек деген айтып кетті. Сондықтан ол өнер деген ол тіл ғой. Енді сонда мысалы Естай Беркінбаевқа майрамыз кез келген ақындарды, кез келген әншілерді Бекболат Күйшібаев кез келген алсаң, осы өнер адамдардың барлығы осы Роза Рымбаева болсын, жаңағы қайсысы болмасын қазақ тілде өлең айтып, қазақ тілде ән салып, қазақ тілде сол насихат тілдің, қазақтың байырғы өлеңдерін, қазақтың ертедегі көне өлеңдерін айтады, ол көне өлеңдердің ішінде өте көне сөздер бар. Бекмұрат Уахап сол доктор кезінде сол осы халық әндеріне байланыстырған солардың көне сөздерді байланысты зерттелді ғой. Осы үшін мен ойлаймын, сол халық әндерінің ішіндегі, сол текстологиясы соның ішіндегі көне сөздерді де зерттеседі. Сондықтан өлең, ән ол тасушы. Және ол шекара жоқ. Жақсы. Жауабыңызға рахмет. Енді қысқа сұрақтар қойып отырамын. Сіз оған тез жауап беруге тырысыңыз. Бір сөзбен. Өмір болып көрмеген. Жалпы дүкендегі сатушымен қай тілде сөйлесесіз? Енді қазақ болса қазақ, орыс болса орысша айтамын. Жақсы, түсінікті. Банкоматта қай тілді таңдайсыз? Банкоматта мен қазақ тілін таңдаймын. Мектепте ақшаны тоғызда қазақша орысша деп жазылған ғой. Сол қазақ тілін басамын, сол қазақ тілін аламын. Яғни операциялардың барлығы? Ол мен қазақша жасаймын. Және олар жасап береді, жақсы. Техника болса ұғады. Тіл туралы қандай мақал-мәтелдерді жиі қолданасыз? Бір-екеуі болса. Енді ол тіл туралы енді сізде көп шығар ондай. Енді қағырдың әлгі ана тілің арының ұятың тұр деді де өзге тілдің бәрін өз тіліңді құрметтейді. Көрдіңіз бе? Өз тіліңді құрметтейді. Өйткені өз тіліңді құрметтеу болмайды. Расул мансапты сөйтеді. Алдымен біз өз тілімізді құрметтеп, өз тілімізді жандандыру керек. Немесе сүйемін туған тілді ана тілін есікке жаншамды берген шіретіп жерге түскен минутынан құлаған сіздерге танысу сұлтамақпын. 27 жаста. Сонда осындай керемет сөздерді айтып отырғанда неге мен мақал-мәтелдер тіл туралы мақал-мәтелдер білмеймін? Жақсы. Жалпы қазақ тіліндегі жаныңызға ең жақын әдеби үш туындыны атап берсеңіз. Жаныңызға ең жақын әдеби үш туындыны атап берсеңіз. Әдеби үш туынды ма? Енді мен жақында кімнің Мұрат Әуезовтің ділімнен бітірдім оқыдым. Оны бітірдім. Одан кейін жаңағы енді мен көп. Мысалы мен қазір мына философтарды оқып жатырмын. Кеше Кафка туралы айтып жатыр. Оны Қытай қорғаны туралы оқыдым. Ницшенің ана философия туралы ұғымдарын оқимын. Фейербахтың антропология, Зигмунд Фрейд. Осы атап жатқан кітаптардың ішінен? Қазір Аль-Фараби, қазір керемет. Ибн Буш, одан кейін Шәкәрім, Мәшһүр Көпеевтің кітабы 20 томдық кітап, енді ол сол Құран. Абай, ол Абай деген менің үстелімде мен үш нәрсе бар. Құран, Абай, сол мына жағында Шәкәрім тұрады, мына жағында Мәшһүр Көпеев кітаптар тұрады. Енді маңайым кабинетін толған кітап жүретін жер жоқ. Қайсысын айтып берейін? Ғалымдардан қандай сүйікті кітабыңыз бар деп сұраудың қажеті жоқ. Мен бәрі сүйікті, немен айтармын білмеймін. Айтып ғой, бәрі қарайсың, немене, мысалы, Кантты оқисың, ана кімді, Конфуцийді оқисың, Конфуцийдің өлеңдерін оқисың, кімді Абайдың толық адамын айтқым келеді, Мәшһүр Көпеевтің түгел адамын айтқым келеді, Кәміл Ихсанды айтқым келеді, ол қалай келеді айтқым келеді. Алланы дейді Аль-Фараби, бірінші тұлға Алла дейді.
Аль-Фараби айтып кеткен. А енді сонда айтып келеді, бәрін айтып келеді, қайсысын айтып кетесің? Жақсы. Ана тілін білмеген адам сіз үшін кім? Ой, ана тіл. Егер өзі қазақ болып тұрып, қазақ тілі туса, ол ана тілін білмесе, ол енді қалай оны төмендетесің? Неше енді көп қой онда артына, бірақ енді артына тимей керек, керек жоқ. Өйткені ол адам, ол өзі оқу керек. Оның сен білмейсің, сен ана мынау деп ол керек жоқ. Ол өзі соны өмірден өз таятын. Керек жоқ. Бетіне басудың қажеті жоқ. Керек жоқ, ол өз өмірде көріп жұмыс қой, ана тілін білмеген. Ол ана тіл деген ол ана сүтімен келген нәрсе ғой. Ол ана жағында анасы өзі реніш, ананың реніші былай да жетеді. Мен ренішті деп қояйын. Ананың реніші деген, міне білмейді баламыз, ана сүтімен келген жоқ. Ол ана сүтімен келген бала, ол көп жағдайдан кем қалған бала. Жақсы. Енді ең сол сұрағымыздың бірі, ана тіліндегі ең жақсы көретін сөзіңіз қандай? Ана тіліндегі ең жақсы көретін ана тілі деген сөз жақсы көремін, өйткені барлық анадан табылады. Жер ана деген сөз жақсы көремін. Одан кейін айтайын, қазақ тілі. Мен қазақ болып мақтанамын, ұранға алаш деген атты аламын. Сүйгенім қазақ ел, өзім қазақ. Мен неге қазақтан сақтанамын дейді. Тамаша. Сондықтан мен осымен осы жауап бердім деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Бүгін бізде қонақта болған талантты ғалым, қазақ тіл біліміне үлкен елеулі үлес қосып жүрген ғалымдардың бірі, барлығымыз жақсы танитын Айтмұхамед Тұрышев ағамыз бүгін бізде қонақта болды. Сізге көптен көп рахмет аға. Сұхбатыңыз жалпы біздің оқырмандарға берері мол дүние болады деп сенеміз. Мұны тездеткен сұхбат дейді. Мына айт қабыл болсын. Жұма күні рахмет.